Мы находимся в цеху гидропонной установки. Площадь... Біз гидропонды қондырғы орнатылған цехта тұрмыз. Оның ауданы 200 шаршы метр. Бұл көлем жайдан жай алынған жоқ. Мұнда күніне 2 тонна гидропонды жем-шөп өсіріледі. Осы жер жануарларға жем азық дайындау үшін пайдаланылатын 120 гектар суармалы егістікке пара-пар. Полей, где производится корма для животных. Экономическая эффективность сразу налицо. На такой небольшой площади мы можем Мұндай қондырғы экономикалық жағынан тиімді екендігін көрсетті. Осындай шағын жерде біз жыл бойы күніне 2 тонна көк шөп өсіреміз. Бұл жерде бәрі желіге салынады. Мынау міне кеше отырғызылған арпа. Который заложен был вчера. Далее двухсуточный ячмень. Далее идет... Одан әрі 2 күндік арпа. Содан соң көктей бастаған 3 күндік арпа. 4. 5 күндіктер. Бұл 6 күндік арпа. Вот можете посмотреть, вот ячмень, в котором 6 дней. Мына жерден көрсеңіздер болады. 6 күндік арпа, одан кейінгі 7 күндік арпа. Оларды бүгін тиеп, жылқыларды жемдеуге жібереміз. Выгружаться и скармливаться нашим лошадям. Вот здесь наглядно видно, вот эти вот 2 ряда, они будут сегодня скармливаться. Осы қондырғыдағы мына 2 қатардағы өнімдерді де бүгін малдарды жемдеуге жібереміз. Көріп тұрсыздар, бұл гидропонды жем-шөп. Тамыр жүйесі өте мықты. Оның орташа биіктігі 20 сантиметр. Бір брикеттің салмағы 7 килограммнан кем болмайды. Ал бір лотокқа біз 900 грамм ғана арпа отырғызғанбыз. Не менее 7 килограмм. А как вы знаете, в этот лоток было положено 900 грамм ячменя. Цех автоматики. В этом цеху находится полностью... Бұл автоматика цеха. Мұндағы автоматтандырылған жүйе гидропонды жемді көктету үшін қолданылады. Мынау су толтырылған 2 тонналық бак. Өсімдіктерді суарғанда су сорғылар арқылы спрингерге беріледі. 2 сағат сайын суарамыз. Бұл ауаны озондағыш. Цехтың іші көктем мезгіліндегідей болуы тиіс. Ол үшін міндетті түрде озонның иісі шығып тұруы керек. Мұнда бәрі автоматтандырылған. Бұл ағынды сорғылы желдеткіш. Осындағы ауа плюс 18 градусқа дейін жеткізіліп цехқа жіберіледі. Цехта аздап жылыған ауа сорғы арқылы қайтадан осы жерге келеді. Бұдан кейінгі цехта гидропонды жем-шөп пісіп жетіледі. Цеха уже немного нагретый воздух возвращается по вытяжке сюда же. Далее мы переходим в цех непосредственно проращивания гидропонов. Барлық қабырғалар сэндвич панельдермен қапталған. Ғимаратқа ауа өтпейді. Едендері жылы. Бұл стеллаждарда өскіндер көктей бастайды. Мұнда 4 секция бар. Әрбір секциядан шыққанда 500 килограммнан көк жем-шөп аламыз. В каждой секции на выходе мы получаем по 500 килограмм зеленого корма. Ежедневно 2 лотка с... Суда бір тәулік тұрған арпаның күніне 2 лотогын осында отырғызамыз. Закладывается сюда. Мынау бір тәуліктік, ал мынау 2 тәуліктік арпа. Вот это уже 3-суточный ячмень. Здесь ячмень уже... Одан кейінгі 3 тәуліктік. 4 тәуліктік арпа міне көктей бастаған. Осы кезде фитолампаларды қосамыз. Олар күн сәулесін имитациялайды. Фитолампалар 12 сағат жұмыс істеп, 12 сағат оларды сөндіріп қоямыз. Фитолампалардың күннің шуағын имитациялауының арқасында арпа жақсы өседі. Міне көк пеңбек болып өте жақсы өсіп жатыр. Видите, он темно-зеленого цвета. Это все благодаря нашим фитолампам. Вот этот ячмень уже 6-го дня. И вот 7-го дня ячмень. Мына арпа 6 күндік, ал мынау 7 тәуліктік арпа. Оның тамыр жүйесі өте мықты. Биіктігі 20 сантиметр. Каждый лоток на выходе... Біз әрбір лотоктан кем дегенде 7 килограммнан көк шөп аламыз. Не менее 7 килограмм зеленой массы. 7 килограмм зеленой массы с каждого лотка нам необходимо... Алынған 1 килограмм жем-шөптің біздегі өзіндік құны 10 теңгеден аспайды. Барлық шығынды есептегенде. Бұл жақта егістікке арпа екпейді. Оны сырттан әкеледі. Ал біздегі арпа арзан. Арпаның өзіндік құны 5-6 теңге болады. Қалған шығында, яғни 3-4 теңгені энергияға, суға, қызметкерлердің жалақысына кеткен қаржы құрайды. Біздің цехта 2 адам ғана жұмыс істейді. Себебі бәрі автоматтандырылған, механикаландырылған, сондықтан көп қол еңбегі қажет емес. И
заработная плата обслуживающего персонала. В цеху работают 2 человека, поэтому это все у нас автоматизировано, механизировано, поэтому здесь больших затрат рабочей силы нет.